Абай Құнанбайұлы. Қара сөздер. Төртінші сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафіл көп өтетұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр ғафіл көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафілді көп өткізіп өлмеген кісінің не дүниеде, не ақыретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кінәш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығына уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды әрекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды әрекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа, орынды әрекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оны жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мақсатқа жібермей, уақытыменен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтанғаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар-ау, Құдай жаратқан орны менен іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап, сырты менен бет аузын түзеп, бай-бай күлкіңнің әнін сәндеп, әдемшілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бө дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңна сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды. Бесінші сөз. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді. Бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан көрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсені жоқсып, қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Әуелі, түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алаған қолын береген. Мал тапқан ердің азығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қарның ашса қаралы үйге шап. Қайраны жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, мал үшін қам жейді екен. Бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малдыларды алдап алмақ яки мақтап алмақ екен. Бермесе оны менен жауласпақ екен. Малды болса әкесінің жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып жүріп, мал тапса жазалы демесек керек екен. Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді, бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Жас бала ұялса жерге ене жаздаушы еді, бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп таласпасақ, біз де өзіңдей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?